артық шығындарды талап ететін әмбебап дизайн тауарларын Biz aytib o'tirib 11:30 bo'ldi. осы конвенцияның екінші бабында айқындалатын Шыққан жоқ. Шықпайды да даже олар. Жауап жоқ оларда ешқандай. Олардың болуы мен пайдалануына ықпал Сонда да үмітіміз бар енді. Президент тапсырмасы бар қанша дегенде. Тыңдап отырсыздар. Дизайн идеясын бағдарлар зерттеу және компьютерлік әзірлеулерді жүргізе немесе көтермелеуге, сондай-ақ ақпараттық коммуникациялық технологиялар құрылысты жеңілдететін құралдарды өрнектерге жарамды құрылғылар мен ассистивтік технологияларды қоса алғанда арзан технологияларға басымдылық бере отырып, жаңа технологиялардың болуы мен пайдалануына ықпал етуге міндетті. Мүгедектерге құрылысты жеңілдететін құралдар, құрылғылар, Қайтып келдім, ана ол не? технологиялар, Трактор ма? Қарташалау. жаңа технологиялар, сондай-ақ құрылыстың басқа да нысандары, қосалқы қызметтер мен объектілер туралы қолжетімді ақпарат беруге міндетті. Осыған байланысты мүмкіндігі шектеулі жандар үшін, оның ішінде мен де көру қабілеті шектеулі адамдардың бірі ретінде қолжетімді ортаны үшін тиісті жағдай жасау өте маңызды. Атырау облысында барлық объектілер бойынша тактилді тақтайшалар, бағдаршамдарда дыбыстық сигналдар, қоғамдық көлік бағытын қадағалау жөнінде бағдарламаның дыбысталуы, жаяу жүргіншілерге дыбыстық маяктар, ақпаратты еркін алу құқығы туралы Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 бабының 1-ші тармағына, мемлекеттік қызмет туралы Қазақстан Республикасы заңына және тағы басқа сәйкес баяндалған негізде аялдамалардан тиісті емес пе? Жоғарыдағы заңдарға президентіміздің қаулысында үкіметтің қабылдаған ұлттық жоспарына, халықаралық заңнамаларға, Қазақстан ратификациясы қабылдаған заңдарына сүйене отыра, мен неге мүмкіндігі шектеулі Қазақстан Республикасы азаматтарына қолжетімді ортаға қол жеткізе алмай жүрмін. Біздің мемлекетіміздің заңы бойынша әр адам заңның алдында тең емес пе? Мен де сол азаматтардың бірімін ғой. Бүгінгі таңда неге мен өзім емін-еркін қалада жүре алмаймын? Біріншіден, жаңа жолдар салынса да қолжетімді орта неге қарастырылмаған? Неге біз сол жолдарды өзіміз емін-еркін жүре алмаймыз? Екіншіден, қоғамдық көлікті басқаратын бағдарламаның болғанымен неге біз өзіміз емін-еркін ешкім көмегінсіз үйде отырып бақылай алмаймыз? Қоғамдық көліктерде аялдамалардың атын айтатын құрылғы қолданылса, кейбіреуінде қаласа қосады, қаласа қоспайды, кейбіреуінде мүлдем жоқ. Не үшін? Егер де олардың өзінің жұмыс атқармаса, неге мемлекет оған ақша шарт оны салғызды? Біріншіден, бағдаршамдарда біздерге бейімделіп жасалмаған. Осы күнге дейін сол бағдаршамдарды өту үшін неге біз біреудің көмегіне жүгінуіміз керек? Жаяу жүргіншілерге де дәл сондай жағдай. Толықтырып кеткенде біздің қалада өзімізге емін-еркін жүру мүмкін емес. Әлде менің көкте жатқан әлеуметтік мәселелер заңға қарама-қайшы болатын болса, маған жұмыстары толығымен жүргізіп, тиісті жауап берулерін сұраймын. Біздің сөзімізді сөйлейтін депутаттарымыз неге үнсіз отыр? Неге мемлекеттік қызметкерлер президентіміздің тапсырмаларына және заңдарға немқұрайлылық танытып отыр? Последний файл. Воспроизведение карты завершено. Стоп. Воспроизведение. Уважаемые государственные служащие, ответственные за социальную сферу, как вам известно, в Республике Казахстан введен национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года, утвержденным постановлением правительства Республики Казахстан от 28 мая 2019 года приказом 326, далее национальный план. Целями национального плана является реализация принятия в Республике Казахстан обязательств в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов, далее Конвенция, и формирование инклюзивного общества через создание благоприятной среды
для всех уязвимых групп в рамках социальной модернизации Казахстана до 2030 года. В соответствии со статьей 1 Конвенции, цель настоящей конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства. Кроме того, согласно пункту 1 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан, утвержденным указом президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года номером 153, государственная служба Республики Казахстан играет особую роль в жизни общества. Она заключается в обеспечении жизнедеятельности общества и удовлетворении общественных интересов наилучшим и эффективным способом. Государственные служащие в своей деятельности должны быть приверженцы государственной политики и последовательно проводить ее в жизни. Стремиться сохранять и укреплять доверие общества к государственной службе, государству и его институтам. Общество рассчитывает, что государственные служащие выполняют свои обязанности и функции компетентно и эффективно в соответствии с законами со всей добросовестностью. В соответствии со статьей 1 Конвенции, цель настоящей конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также поощрение уважения присущего им достоинства. Согласно статье 4 Конвенции, государственные участники обязуются обеспечивать и поощрять полную реализацию всех прав человека и основных свобод всем инвалидам без какой-либо дискриминации по признаку инвалидности. С этой целью государства, участники обязуются принимать все надлежащие законодательные, административные и иные меры для осуществления прав, признаваемых в настоящей конвенции, учитывать во всех стратегиях и программах защиту и поощрение права человека-инвалидов, принимать все надлежащие меры для устранения дискриминации по признаку инвалидности со стороны любого лица, организации или частного предприятия, проводить и поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку товаров, услуг, оборудования и объектов универсального дизайна, определяемого со статьей 2 настоящей конвенции, чья подгонка под конкретные нужды инвалида требовала как можно меньше адаптации и минимальных затрат, способствовать их наличию и использованию, а также продвигать идею универсального дизайна при выработке стандартов и руководящих ориентиров, проводить и поощрять исследовательскую конструктивную разработку, а также способствовать наличию использования новых технологий, включая информационно-коммуникационные технологии, средства, облегчающие мобильность, устройства и ассистивных технологий, подходящих для инвалидов, с ударением первоочередного внимания к дорогим технологиям. Предоставить для инвалидов доступную информацию о средствах, облегчающих мобильность, устройствах и ассистивных технологиях, в том числе новых технологиях, а также других формах помощи, вспомогательных услугах и объектах. В этой связи особо важно создание соответствующих условий для доступной среды для людей с ограниченными возможностями, в том числе и я, как один из людей с ограниченными возможностями по зрению. На основании изложенного в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан о государственной службе и так далее, о моем праве свободного получать информацию по всем объектам в Атырауской области, тактильные плитки, звуковые сигналы на светофорах, озвучиваемые программы по отслеживанию маршрута общественного транспорта, звуковые маяки на пешеходах, оснащенные остановки с соответствующими условиями и другие. На основании вышеперечисленных законов по постановлению нашего президента принято правительством национального плана, международных нормативных актов и ратифицированных Казахстаном законов, почему я, как гражданин Республики Казахстан с ограниченными возможностями, не могу добиться доступа к доступной среде. Разве по закону нашего государства все люди не равны перед законом?
Я ведь такой же гражданин, как и все остальные. Почему я в наше время не могу свободно передвигаться по городу? Почему, несмотря на строительство новых дорог, не учитывается доступность туда? Почему мы не можем свободно передвигаться по этим дорогам? Несмотря на существующие программы отслеживания движения общественного транспорта, почему мы не можем самостоятельно, без посторонней помощи отслеживать его движение, находясь дома? На общественном транспорте предусмотрено устройство для отделения остановок, но на практике они не всегда работают. Где-то их включают по желанию, а где-то они вообще отсутствуют. Если эти устройства не выполняют свои функции, зачем государство выделило средства на их установку? Светофоры не адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Почему до сих пор, чтобы перейти дорогу, нам приходится прибегать к чьей-то помощи? Такая ситуация на пешеходных переходах. Более того, в нашем городе практически невозможно свободно передвигаться людям с ограниченными возможностями по зрению. Если поднимаемые мной социальные вопросы противоречат закону, прошу полностью разъяснить это и дать соответствующий ответ. Почему депутаты, которые должны предоставлять наши интересы, молчат? Почему государственные служащие равнодушно относятся к поручению нашего президента и закона? Құрметті әлеуметтік салаға жауап беретін Өзара спорттастарға әлі жоқ. өздеріңіз Осылай білетіндей Қазақстан Республикасы біздің естуші жергілікті президентіміз естуші мемлекет болу керек деп жатыр. Бірақ олар естімей жатыр бізді. бекітілген Қазақстан Республикасында мүгедек адамдардың Президентіміз айтып жатыр, қамтамасыз ету бірақ және бұл кісілер ондамай саласын жақсарту жөніндегі 2025 жылға дейінгі ұлттық жоспардың мақсаты мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияны бұдан әрі конвенция ратификациялауға байланысты Қазақстан Республикасы қабылдаған міндеттемелерді іске асыру және 2030 жылға дейін Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту шеңберінде барлық осал топтар үшін қолайлы орта құру арқылы инклюзивті қоғам қалыптастыру болып табылады. Конвенцияның бірінші бабына сәйкес, осы конвенцияның мақсаты барлық мүгедектердің адам құқықтары мен негізгі бостандықтарының толық және тең жүзеге асыруларын көтермелеу, қорғау және қамтамасыз ету. Сондай-ақ оларға тән қадір-қасиетті құрметтеуді көтермелеу болып табылады. Бұдан басқа Қазақстан Республикасы Президентінің 29 желтоқсан 2015 жылғы нөмірі 53 жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметкерлерінің әдеп кодексінің 1-ші тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметі қоғам өмірінде ерекше рөл атқарады. Ол қоғамның тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуден және қоғамдық мүдделерді ең жақсы және тиімді түрде қанағаттандырудан тұрады. Мемлекеттік қызметшілер өз қызметінде мемлекеттік саясатты ұстануға және оны дәйекті түрде жүзеге асыруға, қоғамның мемлекеттік қызметке, мемлекетке және оның институттарына деген сенімін сақтауға және нығайтуға ұмтылуы тиіс. Қоғам мемлекеттік қызметшілер өз міндеттері мен функцияларын заңдарға сәйкес барлық адалдықпен, құзыретті және тиімді орындайды деп есептейді. Конвенцияның 1-ші бабына сәйкес, осы конвенцияның мақсаты барлық мүгедектердің адам құқықтары мен негізгі бостандықтарының толық және тең жүзеге асыруын көтермелеу, қорғау және қамтамасыз ету. Сондай-ақ оларға тән қадір-қасиетті құрметтеуді көтермелеу болып табылады. Конвенцияның 4-ші бабына сәйкес, қатысушы мемлекеттер мүгедектігі белгісі бойынша қандай да болмасын кем-түссіз барлық мүгедектердің адам құқықтары мен негізгі бостандықтардың толық іске асыруын қамтамасыз етуге және көтермелеуге міндеттенеді. Осы мақсатта
қатысушы мемлекеттер а. Осы конвенцияда танылатын құқықтарды жүзеге асыру үшін барлық тиісті заңнамалық, әкімшілік және өзге де шараларды қабылдауға. Б. Барлық стратегиялар мен бағдарламаларды мүгедектердің адам құқықтарын қорғау мен көтермелеуді ескеру. С. Кез келген адам, ұйым немесе жеке кәсіпорын тарапынан мүгедектік белгісі бойынша кемсітушілікті жою үшін барлық тиіс шараларды қабылдауға. Д. Мүгедектің нақты қажеттілігіне сай келу мүмкіндігінше аз бейімделуді және ең аз шығындарды талап ететін әмбебап дизайн тауарларын, қызметтерін, жабдықтары мен объектілерін осы конвенцияның 2 бабында айқындалатын зерттеу және конструкторлық әзірлеуді жүргізуге немесе көтермелеуге, олардың болуы мен пайдалануына ықпал етуге, сондай-ақ стандарттар мен басшылық жасау кезінде әмбебап дизайн идеясын ілгерілетуге бағдарлар. Зерттеу және конструкторлық әзірлеулерді жүргізе немесе көтермелеуге, сондай-ақ ақпараттық коммуникациялық технологиялар, ұтқырлықты жеңілдететін құралдарды, мүгедектерге жарамды құрылғылар мен ассистивтік технологияларды қоса алғанда, арзан технологияларға басымдылық бере отырып, жаңа технологиялардың болуы мен пайдалануына ықпал етуге міндетті. Мүгедектерге ұтқырлықты жеңілдететін құралдар, құрылғылар мен ассистивтік технологиялар оның ішінде жаңа технологиялар, сондай-ақ көмектің басқа да нысандары, қосалқы қызметтер мен объектілер туралы қолжетімді ақпарат беруге міндетті. Осыған байланысты мүмкіндігі шектеулі жандар үшін, оның ішінде мен де көру қабілеті шектеулі адамдардың бірі ретінде қолжетімді ортаны үшін тиісті жағдай жасау өте маңызды. Атырау облысында барлық объектілер бойынша тактилді тақтайшалар, бағдаршамдарда дыбысты сигналдар, қоғамдық көлік бағытын қадағалау жөнінде бағдарламаның дыбысталуы, жаяу жүргіншілердегі дыбыстық маяктар, ақпаратты еркін алу құқығы туралы Қазақстан Республикасы Конституциясы 20 бабының 1 тармағына, мемлекеттік қызмет туралы Қазақстан Республикасы заңына және тағы басқа сәйкес баяндалған негізде аялдамалардан тиісті емес пе? Жоғарыдағы заңдарға президентіміздің қаулысында үкіметтің қабылдаған ұлттық жоспарына, халықаралық заңнамаларға, Қазақстан ратификациясы қабылдаған заңдарына сүйене отыра, мен неге мүмкіндігі шектеулі Қазақстан Республикасы азаматы ретінде қолжетімді ортаға қол жеткізе алмай жүрмін? Біздің мемлекетіміздің заңы бойынша әр адам заңның алдында тең емес пе? Мен де сол азаматтардың бірімін ғой. Бүгінгі таңда неге мен өзім емін-еркін қалада жүре алмаймын? Біріншіден, жаңа жолдар салынса да қолжетімді орта неге қарастырылмаған? Неге біз сол жолдарда өзіміз емін-еркін жүре алмаймыз? Екіншіден, қоғамдық көлікті басқаратын бағдарламаның болғанымен неге біз өзіміз емін-еркін ешкім көмегінсіз үйде отырып бақылай алмаймыз? Қоғамдық көліктерде аялдамалардың атын айтатын құрылғы қолданылса да, кейбіреулерінде қаласа қосады, қаласа қоспайды. Кейбіреулерінде мүлдем жоқ. Не үшін? Егер де олардың өзінің жұмысын атқармаса, неге мемлекет оған ақша шарп оны салғызды? Біріншіден, бағдаршамдар да біздерге бейімделіп жасалмаған. Осы күнге дейін сол бағдаршамдарды өту үшін неге біз біреудің көмегіне жүгінуіміз керек? Жаяу жүргіншілерге де дәл сондай жағдай. Толықтырып кеткенде біздің қалада өзімізге емін-еркін жүру мүмкін емес. Әлде менің көтеріп жатқан әлеуметтік мәселе заңға қарама-қайшы болатын болса, маған түсіндіру жұмыстарын толығымен жүргізіп, тиісті жауап берулеріңізді сұраймын. Біздің сөзімізді сөйлейтін депутаттарымыз неге үнсіз отыр? Неге мемлекеттік қызметкерлер президентіміздің тапсырмаларына және заңдарға немқұрайлылық танытып отыр? Последний файл. Воспроизведение карты завершено. Стоп. 11:50.